медресе бітіргеннен кейін Малайзияға оқуға кетем деген кезде мен сол кезде дайын емес екенін білген екен ғой әкем. Сыртқа шығармады. Қазақстанда да оқу жетеді балам, бармай ақ қой деді. Болды деді, қалдық қой. Бірақ бәрібір арман қалды, шетелде оқуым келген. Кейін бар, бала шағалы болып кеткеннен кейін ғана бардық қой. Сөйтсек, шетелге барғаннан кейін сол жердің несіне кетіп қалуы да мүмкін екен де балдардың. Кейін ойланып қарасам, әкеміз діннің қызметінде кетті. Біз де Құдайдан сұрап отырмыз осы. Дүниеден өткенше діннің қызметінде болды, елдің қызметінде болды, нәсіп етші деп. Сонда сыртта жүрдік, халықпен араластық. Сонда үлкен кісілермен кездескенде сұрайды, атаның бар ма деп сұрайды. Бар деймін. Бақыт екенсің ғой деп қоятын. Мен сол сөз түсінген жоқпын. Қашан әкеміз дүниеден өткенше. Ол сөз түсінген жоқпын. Бақыт екенсің ғой, альхамдулилля деп қоямыз. Құдайға шүкір деп қоямыз да, бірақ шын мәнінде әкесі бардың, жоқтың несін ол айырылғаннан кейін біледі екен адамдар. Негізінде өз өмір сондай екен. Мынандай нәрсе бар екен да. Өзіңдікі қанша дұрыс болса да, бір ауыз ақылдасып барып, сөйтіп, дұрыс, Құдай сіңе береке берсін деген сияқты бір дұғасын алып барып бастаған тірліктеріміздің, жұмыстарымыздың, басқа да шаруаларымыздың ешқайсысы жерде қалған емес. Бәрі әдемі біткен болады.